Аса қарлы Асакаровка. Қарағанды облысындағы осы ауылда қардың биіктігі адам бойынан асты. Маңайдағы жолдардың бәрі жабық. Басқа көліктерді бұлай қойғанда ауылға жедел жәрдеммен басқа да құтқарушылар жете алмайды. Бірақ омбы қар біздің тілшілерімізге тосқауыл бола алмады. Асакаровка кентінің негізгі атауы аса қарлы. Биыл бұл елді мекен өз атына сай көп қардың астында қалып отыр. Тіпті байланыс бағаналарының өзі жартысынан жоғары ақ ұлпаның астында жатыр. Жазды күні көлік жүретін жолдың орнында тек бір адамдық соқпақ қалған. Оның өзі қыл көпір сияқты. Сәл қиыс бассаң, қарға батасың. Тау-тау үйілген қардың атаулары да бар. Мініп түсуі қиын болған соң, мына үйіндіні тұрғындар Эверест дейді екен. Соған қарамастан күнделікті тіршілік тоқтамайды. Вот так мы ходим за водой. Бұл тағы бір түйткіл. Кенттің осы шеткі көшелеріндегі құдықтарда су ақпағандықтан қалың қармен арпалысып, темір жолдың ар жағынан тасуға тура келеді. Көмірі бітіп жатқан тұрғындар болса, жолдың аршылмағандығынан еш қайран қыла алмай отыр. Алдыңғы боран басталғанда күнде ашып жүрген, содан кейін ашпай қойды. Осы ашпағанда космосоттарымыз сынды деді. Енді февраль бар, әлі март бар. Енді көмір алатын бәрі дайын тұр, ақшамыз бәрі. Енді жол жоқ, отырмыз. Жолдың жоқтығынан апаттық қызметтер де дер кезінде жете алмайды. Қазіргі уақытта бұл шеткі көшелердің сырт жағынан айналма жол аршылған. Алайда бұл аталған мәселелерді толық шеше алмайды. Апта сайын тазаланып өтір айтпыз, біз тазаланып жатыр. Енді кеше ғана боран өтті, үлкен қалың боран. Қазір тракторлар техникалар жұмыс істеп жатыр. Шара қолданып жатырмыз. Биылғы қыста шағын ауылдар ғана емес, ірі қалаларда қиын жағдайда қалып отыр. Соны ескерсек, қысқа дайындық жағынан жоғарғы биліктің қамсыздығы байқалғандай. Қар күртерісе, Асакаровканың күйін кешкен тағы басқа елді мекендердің халі не болмақ? Бақытнұр Елбай, Ербол Дайыров, Еуразия бірінші арнасы.